Алматы облысы Панфилов ауданы Жаркент қаласы Шоқан Уәлиханов атындағы орта мектептің бастауыш сынып мұғалімі Бекенова Бақытгүл Маликовна. Сәлеметсіңдер ме балалар? Әдебиеттік оқу сабағын бастаймыз. Мейірімді жүрекпен, ақ пейілді тілекпен амандасып алайық, бір жадырап қалайық. Сабағымыздың тақырыбын анықтау үшін ребусты шешіп көрейік балалар. Ребусты дұрыс шешті деген ойдамын. Олай болса, тексерейік. Ребустың шешуі табиғат апаты. Балалар, сендер табиғат апатының бірнеше түрлерін білесіңдер. Еске түсіріп өтейік. Жер сілкінісі, су тасқыны. Өте жақсы. Табиғат апатының тағы бір түрі өрт. Яғни, бүгінгі сабағымыздың тақырыбы өрттің қаупі, өрттен құтқарушы иттер. Сабақтың мақсаты мәтін мазмұны бойынша берілген сұрақтарға толық жауап беру, кестенің екі бағанын дұрыс толтыру, бейне жазбаны көру, ереже құрастырып жазу. Өрт оттан пайда болады. Олай болса, мына тапсырманы орындап шығайық. Оттың адам өмірінде алатын пайдасы мен зиянын берілген дескрипторға сүйене отырып, кестені екі бағанын толтырып шығайық. Рахмет балалар, толық толтырып шықты деген ойдамын. Олай болса, тексерейік. Оттың пайдасы. От өмірімізге қуат беріп, бойымызды жылытады. Отсыз тіршілік жоқ. От жағылмаса, тамағымыз да піспейді, үйіміз де жылмайды. Отсыз тоңып, жаураған адам ешқандай еңбекті істей алмайды. Ал зияны, от өте қауіпті, ол тілсіз жау. Рахмет балалар. Олай болса, өзімізді бес саусақ әдісі арқылы білімімізді бағалайық. Салған суреттерің ішінен саусақтарыңның бас бармағы мен сұқ саусағын бояп шығыңдар. Екінші тапсырмамыз. Мәтінді мұқият оқып шық. Мәтін соңындағы сұрақтарға жауап бер. Берілген дескрипторды басшылыққа аламыз. Рахмет балалар. Мәтінді толық түсініп оқып шықты деген ойдамын. Олай болса, бес саусақ әдісі арқылы өз білімімізді бағалайық. Салған саусақтарыңның ортаңғы саусағын бояп шығамыз. Келесі тапсырмамыз. Бейне жазбаны көріп, керекті мәліметті түртіп ал. Мұқият боламыз балалар. Сәлем, менің атым Жайық. Бұл менің інім Мұрат. Біз үйде өзіміз жалғыз қалдық. Мұрат көп жүгіреді, және оған бәрі қызық. Мұрат газ плитасының қалай жұмыс істейтінін, газды қалай қосу керек екенін көруге жүгірді. Сіріңке тапты. Мен одан сіріңкені алып алдым. Себебі анам бізге кетіп бара жатқанда электр құралдарын ересектерсіз қоспа. Электр аспаптары мен сымдарды дымқыл қолмен ұстама. Розеткамен ойнама. Газ плитасына жақындама. Сіріңкемен ойнама деп айтқан. Егер сен отты көрсең, дереу ересектерге қоңырау шал. Рахмет балалар. Бейне жазбаны толық көріп, керекті мағлұматтарды түртіп алды деген ойдамын. Олай болса, берілген дескрипторға сүйене отырып, өртті болдырмау және өрттен сақтану шаралары туралы ереже құрастырып жазамыз. Кестенің екі бағанын толтырып шығайық. Рахмет балалар. Толық толтырып шыққан болсақ, тексеріп көрейік. Өртті болдырмау шаралары. Электрлі жылыту құрылғыларын қосылған күйде қалдырмаңыз. Сіріңкені ұстауға болмайды. Өрттен сақтану шаралары. Өртті сөндіруге арнайы заттарды даярлап қойған жөн. Оларға құм, су, күрек, киіз қажет. Өрт жаңадан басталғанда сумен немесе құм сеуіп өшіреді. Ал өршіп кеткен жағдайда 101 телефонына хабарласамыз. Рахмет балалар. Бейне жазбаны толық дұрыс түсінген болсаңдар, бес саусақ әдісі арқылы өзімізді бағалайық. Салған саусақ суреттеріңнің
шылдыр шүмекпен кішкене бөбегін бояп шығыңыздар. Бүгінгі сабағымызды толық түсінген болсақ, қорытындылайық. Мәтінді толық оқып, мәтіннің соңындағы сұрақтарға толық жауап берсеңіздер, бүгінгі тапсырмаларды толығымен орындасаңыздар, өте жақсы түсінсеңіздер, сіздер үшін бүгінгі сабақ қызықты болса, білім гүлінің көк гүлін таңдаңыздар. Жалпы сабағымыз жақсы түсінікті болса, білім гүлінің сары гүлін таңдаңыздар. Тақырып бойынша әлі де ізденулеріңіз керек болса, білім гүлінің қызыл гүлін таңдаңыздар. Үйге тапсырма: өрт тілсіз жау тақырыбына сурет салыңыздар. Салған суреттеріңіз бойынша шағын эссе жазыңыздар. Балалар, осымен сабағымыз аяқталды. Сау болыңыздар.